Әке, апа, радионы қосыңыздар. Ай, тыныштық па, балам? Шамшы ағамның әнін айтып жатыр. Қазақтың әйгілі композиторы Шәмші Қалдаяқов. 1930 жылы 15 тамызда қазіргі Түркістан облысы Отырар ауданы Шәуілдір ауылында дүниеге келген. Кіші жүздің Жағалбайлы руынан шыққан. Әкесі Қалдаяқтың шын аты Әнәпия болған, ал анасы Төренің қызы Сақып Жамал. Отбасы туралы не білеміз? Шәмші Қалдаяқов жары Жәмилямен 31 жасында отау құрады. Шаңырағына 2 ұл перзенттері дүниеге келеді. Есімдері Әбілқасым және Мұхтар. Шәмші Қалдаяқовтың өнер жолы. Шәмші Қалдаяқов мектепті бітірген соң Сарыағаштағы мал дәрігерлік техникумында білім алады. Оқуын бітірген соң 20 жастағы Шәмші Ақтөбеде 8 ай еңбек етеді. 1951-54 жылдары Қиыр Шығыста әскери борышын атқарады. 1956 жылы Қалдаяқов Құрманғазы атындағы консерваторияға оқуға түседі. Ол жерде 6 жыл бойы бірінші курс студенті болып жүреді. 1955 жылы Ташкенттегі Хамза Ниязи атындағы музыкалық факультетке қабылданады. Ол жерде іс-сапармен Ташкентке барған әнші Жамал Омаровамен танысады. Сөйтіп Шәмшіні Алматыға шақырады. Ташкенттегі оқуын бітірмей, Шәмші Алматыға көшіп келеді. Қазақтың музыка өнерінде Шәмшінің орны ерекше. 300-ге жуық әні бар. 1991 жылы Қалдаяқов жайлы ғұмырнамалық «Жылдарым менің, жырларым менің» деген деректі телефильм түсірілді. Жол жаққа